Ұстаз болу тағдыр, ұстаз болу ұрпаққа жол болу дейді Ұлбосын Әбенқызы. 40 жыл білім берген, 9 бала тәрбиелеген, 25 немере, 9 шөбере сүйіп отырған, бүгінде 77 жастағы Ұлбосын апай нағыз ұлы ана. Ол 4 ұрпақ ұстаздар әулетінің алтын діңгегі, әкесі де, шешесі де мұғалім, жолдасы да ұстаздар әулетінен. Балаларының барлығы да ұстаз. Бұл отбасында ұстаздық мамандық емес, ұлы мұрат. Әкем бірінші рет Ташкент қаласындағы рафакты бітіріп, Мақтаарал ауданындағы Сәтбай мектебінің тұңғыш директоры болды. Сол кісінің өнегесімен мен ұстаздық жол таңдадым. Жоғарғы оқу орнын бітіріп, өзімен бірге оқыған Дүйсебаев Әбдікамалға тұрмысқа шықтым. Еңбек жолын бірге бастадық. Ол Дүйсебаевтар әулетінде ұстаздар әулеті дейтін тұғын. Інілері, қарындастары, әпкелері, келіндері, немерелері барлығы да мұғалім тұғын. Педагогикалық әулеттің жалпы еңбек өтілі 501 жыл. Бір әулет бүтін халықтың болашағын тәрбиелеген. Өсіріп отқан 9 баламыздың барлығы да ұстаздық жол таңдады. Себебі біздің отбасымыздың ұстанымы халыққа адал қызмет ету, ұлтының мерейін көтеру, отбасы өнегесін, балаларымыздың тәрбиесін, ұлттық құндылықты қалай сақтағанымызды көрсете білсек. Ұлбосын Әбенқызы кеңес кезінің үздік педагогі, депутат болған, жол салып елдің мұңын мұңдаған тұлға. Ол домалақ ана мен зере әже сынды ел аналарының жолын жалғаған халық жанашыры. Ұлбосын апайдың өмірлік жолы ақ жаулықпен жазылған шежіре, ал оның ұрпақтары сол шежіренің тірі жалғасы. Бұл әулет жан-жақты дамыған парасатты ұрпақтың үлгісі. Ұлбосын апайдың балаларының барлығы шахматты жетік меңгерген. Шахмат бұл отбасында жай ғана ойын емес, өмір салты. Талай республикалық сайыстарда жүлдегер атанған олар ой мен сабырдың, тәртіп пен төзімнің шынайы мектебінен өткен. Ұстаздың алдында үлкен міндет тұр. Білімді тәрбиемен қатар беру керек. Тәрбиесіз білім адамның қас жауы. Сол себепті сен адам тәрбиелеп отсын, ұрпақ тәрбиелеп отсын, ол сенің келешегің. Сол себепті білімді саналы тәрбиемен ұштастыру қажет. Бұл ұстаздар отбасы, бұл жүрекпен тәрбиелеген ұрпақ ұясы, бұл мерейлі отбасы.